Қайырлы күн, құрметті Күлкі Базар киностудиясының тұрақты көрермендері. Бүгін біздің студияда қонақта бейтаныс ауру. Ару. Ару, бейтаныс ару. Қош келдіңіз, бейтаныс ару. Рахмет, хош көрдік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Гүлсезім. Рахмет, қуанышқаныма таныстымын. Танысқаныңызға қуанышты шығарсыз. Иә, танысқаныма өте қуаныштымын. Гүлсеміз ханым. Гүлсезім. Гүлсезім ханым. Гүлсезім. Гүлсезім ханым. Мынау шалтыбықтай бұралып. Талшыбықтай. Талшыбықтай бұралып. Бүгін студиямызда отырсыз, өте қуаныштымыз. Енді өзіңіз жайында айтып өтсеңіз. Тұрмысқа шыққансыз ба? Негізі шықпағам. Неге? Шығайын деп тұрған жерінен мені жігітім тастап кетті, алдап кетті. Не себеп болды? Менің сезімімді таптады ол. Ал енді семізіңізді таптауға не себеп? Сезіміңізді таптауға не себеп болды? Мен сенгіш болдым. Мен сендім ол жігітке. Мен барымды салдым. Бар ынтаммен сүйдім. Ал ол мені тастап кетті. Просто ол жігітше мені пайдаланды бар ғой. Мен сондай сезімтал қызбын да мен. Иә, көрініп тұр, өте семізтал қыз екеніңіз. Сезімтал. Сезімтал қыз екен. Вообще бекер кеттім бар ғой, кешіп өт сендер күлкі базарларың бар ғой. Кім, ханым, тотаңшы кім? Нұржан. Ой, немене? Әр сөзге күле бересің. Немене күле бересің? Ақсақалда жұмыстан айлығымды алсам болды, айлығыма қараймын да күле берем ғой. Неменеге? Тоқтамай күлем. Бала шағама не бетіммен апарамын айлықты деп күлем да. Айлығың қанша? 45 мың теңге ғой. Каталог алып салам ғой. Жақсы ғой, күлген жақсы. Күліп жүрген жақсы ғой. Мен ойлаймын да ақсақал. Осы күлкім пенсияға дейін созылам екен, қалай болады екен деп ше. Пенсиядан кейін де жалғасады. Пенсияға дейін деп қоясың сен. Пенсиядан кейін де күлесің. Ол кезде бала шаға емес, немеремнің алдында қалай барам деп күйіктен күлетін боласың. Ой, тоба. Сен пенсияға шықсаң үйге күл. Бірге күлеміз. Бұдан қалай құтылуға болады оны ақсақал? Бұл күлкіден өліп құтыласың. Қош. Тірідей құтылмайсың. Мақұл ма? Болды. Пенсияға шықсаң үйге күл. Бірге күлеміз. Біргеміз. Біз біргеміз. Жаным, махаббатым, сүйіктім. Келші тезірек, жан. Мен сен кафеде күтіп отырмын ғой. Неге заказ берейін? Вот, сүйіктім. Все? Давай. Мен кафеде сені күтіп отырмын көруші. Духың жете ма? Кел кафеге. Отырам осы жерде мен. Мен ба? Кафеде отырмын іште. Қанша осындар сендер? Маған деген 40 болып келдіңдер, түсіндің ма? Кірсейсің кафеге. Духың жете ма? Кір ішке кафеге. Мен қара киім бар көзімде. Үстімде ма? Бардовый жемпірім бар. Сразу танисың мен. Мен сақалым бар, бородатый, красавчикім, короче. Давай. Жиен! Ант қойдың ба не? Даусыңызда танимын нағашы. Отыр. Басаржа. Дұғымын исам ғой. Алисан. Келдің ба? Қандай машина? Болды мені, шығам болды. Ой, голубой Виталик сен ба? Не алдыңыз көгі? Голубой Виталик сен ба? Көгі. Ой, тұра тұршы қазір. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақсақал жаңа не дедіңіз? Голубой Виталик дедім. Голубой Виталик дегеніңіз? Ұят емес пе? Адамның намысына, көңіліне келеді демейсіз бе?
Ай, көңіліңе келетін не айттым сонша? Голубой Виталик дедіңіз ғой. Ой, сен де жаңа келіп жатқанда, телефон соққанда өзің айтты ғой. Голубой Виталикпін есіктің алдына кеп тұрмын дедің ғой. Ой, голубой Виталик емес. Голубой металлик. О немене? Ой, машинаның түсі ғой. Сондай ма? Бәсе қазақтың баласы, бұл неменеге Виталик деймін? Ой, негізі атым Нұржан менің. Бәрібір голубой екенсің ғой. Кет, жүр. Регион такси, бәрінен де жақсы. Ақсақалдың өзі отыр ғой. Жүр ақсақалға барайық. Жүр Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Амансыңдар ма? Ай, немене түрлерінен түр жоқ қой. Қазаққа жат заңды қабылдайын деп жатыр. Кім? Ой, білмеймін кім қабылдайын деп жатқанын. Не дейді? Естімедіңіз ба? Жоқ, естімедім. Ой, балаңа тәйт деп сөйлесең сотталасың. Тәйтіңіз былай тұрсын, ақсақал, балаңызды беске сабатқанда жылады ма? Болды, сотталасың. Астапырла, не дейді? Ол былай тұрсын, ақсақал, балаңыздың тұсауын кесіп жатқан кезде, ана қайшыны көріп бала жылайтын болса, бітті, сол жерде сотталасың. Астапыралла. Балаңызды сүндетке отырғызатын кезде, балаңыздан рұқсат сұрайды, сені сүндеттеуге бола ма? Я, болады десе ғана кесесіз, болмайды десе сотталасың. Ай, бұл қайда шыққансың, бұл кім шыққан? Ай, болмай жатыр, қойсын. Ай, бұндай заң шықпайды бізде. Қойыңызшы. Ой, қабылдамайды бұндай заңды. Сөйтсінші. Ай, оны кім қабылдайды бұндай заңды? Білмеймін. Бұндай заңды анау имансыз, бір надан, бір жағы салт дәстүрін білмейтін, ата жолын білмейтін, бір адасқан біреу болмаса, ана бір әкесінің жағы кім екенін білмейтін, тексіз біреу, бір жезөкшеден туған біреу болмаса, қабылдамайды ондай заңды. Жоқ, қабылдамайды. Бізде білесіңдер ғой басшылардың бәрі. Мықты ғой бізде. Бізде басшылар ондағы жол бермейді. Бізде мықты, иманды, сондай елдің қамын ойлайтын, сондай, елден бір тиын ақша алмайтын, сондай, сондай басшылар отыр ғой бізде. Қабылдамайды, қорықпай қойыңдар. Уайымдап кетті қоқсың. Ол қабылдаса бірінші мен шығамын. Бірінші мен шығамын. Қабылдап қойса қиында я мен. 5 балам бар ғой, қайсысы біреуін рұқсат сұрай береді. Қайта, заң қабылданбай тұрып сүндеттеліп аппыз ғой. Заң қабылданбағанда жүретін қой, моншаға кіремейді. Осыдан шық, аяғын сындыра ме? Әбден бетіңмен кеттің сен қатын. Көрші ассалам алейкум. Тыныш па? Әбден бетіме кеттің мына қатын. Тыңдамайды мені. Бұлармен ешкім қатал сөйлеспесе болмайды бар ғой? Дұрыс. Аяғын сындырамын деп адамды. Қатынды бастан, баланы жастан деген. Дұрыс. Арасында қысып қой керек. Қысып жатыр маған. Осындай жігіттен әлі бар екен ғой, красавчик. Сен де көршің барына қуаныштың де. Жақсылап тәрбиелей ма? Жақсылап тәрбиелей ма аға? Сөйтіп ұстау керек болып тұр да. Зуля дейді. Өй жаным, сүйем қой сен, аш есікті бол тез-тез. Зуля, хотя бы туалетке кіріп шығайшы, Зуляға сипай ақ отыр, әдеп Зуля, аш есікті. Зуля! Аш есікті, Зуля. Зуля, аш есікті.